Менің ойымша мерзімнен бұрын сайлауды өткізу, президенттің сайлауын өткізу өте дұрыс қойылған мәселе. Себебі бірнеше себептер бар. Көп жерден алғанда бұл сыртқы мәселелер, Қазақстанға байланысты емес. Бұл дүниежүзіндегі дағдарыс, қаржы, сосын жәндегі экономикалық кризиске байланысты. Соның Қазақстанға кері әсеріне байланысты. Екінші мәселе ол мынау Украина мен Ресей, Европаның арасындағы болып жатқан кризиске де байланысты. Бұлай айтқанда, кейбіреулері біздің сарапшылар қазіргі жағдайды 90-шы жылдармен байланыстырады. 90-шы жылдарда бұл естеріңізде болса, біз бірнеше кризистен өттік сол кезде. Мұнайдың бағасы төмен түсіп кетті, экономикалық реформа жасадық, Ресей өзі бір әлсіреген мемлекет еді. Қазір де сондай жағдайға бара жатырмыз. Мысалы, мұнайдың бағасы, шикізаттың бағалары төмен түсіп жатыр. Ресей санкцияға байланысты, сонан соң өзі баға түскенге байланысты өзі бір экономика кризиске ұшырап жатыр. Былай айтқанда әлсіреп бара жатыр мысалы. Сол кездегі 90-шы жылдағы Орта Азия мемлекеттерінің жағдайын алатын болсақ, өте қиын жағдай болатын. Бұлай айтқанның өзінде де Тәжікстанның өзінде азамат соғысы болатын сол кезде. 1993-97 жылдағы. Сондай жағдай қазір Құдай сақтасын Қазақстанға да келе жатыр. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, кейбір сарапшылар 90 жылдар емес 39 жылмен байланысты отыр. Бүкіл дүниежүзілік соғыстың алдындағы жағдайға байланысты. Соған барып қала ма деген қауіп бар. Сол себептен осындай кезде демократияның жолымен келе жатқанда, сол демократияның процедураны өткен кезде өзіміздің тұрақтылығымызды сақтау үшін, өзіміздің экономика дамуының және жолдарында тосқауылдан, кедергіден өту үшін біз осындай қадам жасауымыз керек деп ойлаймын. Мерзімнен бұрын сайлау өткізетін болсақ, ол бізге бірнеше мәселелерді шешуге көмектеседі деп ойлаймын. Менің ойымша референдумның көтерген мәселе дұрыс деп есептемеймін. Меніңше президент сайлауының әңгімесі басталды. Оған біздің Қазақстан халқының ассамблеясы мәселені көтерді. Бірнеше саяси күштер оны қолдады. Былай айтқанда партиялардың қоғамдағы бірлестіктердің жөніндегі коалициясы да қолдады. Сол себептен президенттің сайлауы болған дұрыс, референдумнан гөрі. Себебі қанша дегенмен сайлаудың бірнеше артықшылығы бар. Біріншіден бірнеше программалар, бағдарламалар айтылады. Әр адам өзінің көзқарасын білдіреді. Екіншіден сол сайлаудың алдындағы іс-әрекеттер, былай айтқанда мынау басқару жүйесі, чиновниктер, соның бәрі бір сыннан өткендей болады. Өзде бір жұмыстарын бір атқарған кезде жаңа бір толқын бір жаңа бір не әкеледі. Үшіншіден жаңа көзқарастар, жаңа нелер пайда болғаннан кейін Қазақстан дамуында олар оң әсерін тигізеді деп ойлаймын мен. Сол себептен референдумнан гөрі президент сайлауын өткізген дұрыс деп ойлаймын.